Қайырлы күн достар, сіздермен мен Санжар Шамрадұлы білімді бол дәрігер жобасы бойынша физиологиядан сабақтар жүргізетін боламын. Бүгінгі тақырып бізде биопотенциал деп аталады. Бұл физиологияның негізгі ең алғаш тақырып, сол бойынша бүгін сабақ жүргіземіз. Ең бірінші биопотенциал дегеніне осы туралы тоқталайық. Биопотенциал дегеніміз ол био деген тіршілік деген мағынаны береді. Ал потенциал деген оң және теріс зарядтар. Яғни бізде қозғыш тіндердегі оң және теріс зарядтарды көрсететін көрсеткіш биопотенциал деп аталады. Биопотенциал негізінен екі түрге бөлінеді. Біріншісі мембранды потенциал, екіншісі әрекет потенциалы. Бұл екеуі физиологиядағы ең негізгі қозғыш тіндерді айтқан кездегі тақырып. Бірінші біз мембрана потенциал туралы тоқталатын боламыз. Мембрана потенциал дегеніміз ол қозғыш тіндердің қозбай тұрған кездегі мембранасындағы оң және теріс зарядтардың айырмашылығын көрсететін көрсеткіш. Мембрана потенциалы ол былай болады. Мысалы, мынаны бір қозғыш тін деп алайық. Қозғыш тін мүмкін ол миокард, немесе бұлшықеттер, нерв жүйесі, немесе безді құрылымдар болуы мүмкін. Тыныштық потенциал кезінде, немесе мембрана потенциал кезінде үнемі жасушаның ішінде теріс зарядтар орналасқан болады. Ал жасушаның сырты ол оң зарядтардан тұрады. Осындай көрініс болатын болса, ода мембрана потенциал болып жатыр деген сөз. Ал мына жақта нервте минус 100 милливольт, бұлшықетте минус 110, жүректе минус 120 деп жазып қойған. Бұл жердегі мағына мынада. Бұл жасушалардың ішінде көріп тұрғанымыздай минус зарядтар тұр. Демек, оның жасушаның мембрана потенциалы минусқа тең деген сөз. Сондықтан да нервтінде ол минус 100 милливольт, ал бұлшықеттерде минус 110, жүректе минус 120-ға сәйкес келеді. Ары қарай енді бұл тақырыпты біз тереңірек түсінуіміз үшін иондық тасымалдау туралы айтуымыз керек. Иондық тасымалдау дегеніміз не? Осы плюс және минус зарядтарды ұстап тұратын жасушада екі түрлі ион бар. Ол калий және натрий. Калий мен натрий. Нормада мынаны жасуша деп алатын болсақ, жасушаның ішінде 50 калийге сырттағы 1 калий сәйкес келеді. Яғни жасушаның ішінде калий сырттағы қарағанда 50 есе көп деген сөз. Ал натрий керісінше, іштегі 1 натрий жасушаның сыртындағы 10 натрийға сәйкес келеді. Демек, жасушаның ішінде натрий аз деген сөз. Енді иондық тасымалдау екі түрлі болады. Пассивті және активті. Пассивті дегеніміз бұл көптен азға қарай қозғалу. Яғни бұны біз концентрация градиенті деп айтамыз. Мысалы, алайық, калий жасушаның ішінде көп дедік. Ол 50-ден 1-ге қарай қозғалса, яғни көптен азға қарай қозғалатын болса, бұл концентрация градиенті бойынша деп аталады. Бұл жерде ешқандай да АТФ энергиясы қажет емес, және ешқандай да насос қажет емес. Бар болғаны калий каналдары болса жеткілікті. Дәл сондай натрийдің сырттан ішке қарай қозғалысы, бұл да пассивті тасымалдауға мысал бола алады. Өйткені көптен азға қарай қозғалып тұр. Оған қарама-қарсы бізде активті тасымалдау. Активті тасымалдау дегеніміз бұл концентрация градиентіне қарсы жүреді. Яғни аздан көпке қарай жүреді. Бұл жерде аздан көпке қозғалғаны үшін де энергия керек, яғни АТФ қажет болады, және бұл жақта каналдар арқылы тасымалдай алмаймыз. Бұл жақта калий, натрий, АТФ фаза деген насос қажет болады. Осы насос арқылы тасымалдау жүзеге асады. АТФ керек градиентке қарсы жүзеге асады. Енді әрі қарай біз мембрана потенциалының механизмі туралы тереңірек тоқталайық. Осы каналдар арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, мынаны біз жасуша деп алайық. Бұл жасушаның сыртында үнемі плюс зарядтар болады. Өйткені бұл тыныштық жағдайында тұр, мембранды потенциалда тұр. Іште минус зарядтар болады. Ал мына жерде натрий каналы орналасқан, мына жақта калий каналы орналасқан. Мембранды потенциал механизмі кезінде натрий каналдары мүлде жұмыс атқармайды. Сол үшін де оны жауып қоямыз. Ал қызмет атқарып тұратын ол калий каналдары. Калий каналдары пассивті тасымалдау арқылы іштен сыртқа қарай шығып тұрады. Оның жылдамдығы ол жердегі концентрация градиентінің үлкендігіне байланысты болады. Мысалы алайық, біз орташа алғанда 50-де 1 дедік калийді. Іште 50 калий болса, сыртта 1 калий дедік. Дәл сондай, егерде 60-та 1 болатын болса, оның жылдамдығы жоғарырақ болады, чем 50-ге қарағанда. Концентрация градиенті қаншалықты үлкен болса, оның шығу жылдамдығы да дәл осындай болады. Мембранды потенциалды механизм бұл қозбай тұрған тіндердегі механизмдер. Ал енді алайық, осы жасушаға бір импульс кеп әсер етті. Импульс әсер ететін болса, бұл жердегі плюс және минус зарядтар абсолютті түрде өзгереді. Өзгерген кезде ол былай болады. Мембранды потенциал әрі қарай әрекет потенциалына ауысады. Біріншіден, әрекет потенциал туралы жалпы түсініктеме берейін. Әрекет потенциал дегеніміз ол қозғыш тіндердегі қозу
қозу кезінде жасушаның ішіндегі және сыртындағы оң және теріс зарядтардың айырмашылығын көрсететін көрсеткіш. Жасуша ішінде мембранды потенциалда жаңа плюс зарядтар жасушаның сыртында орналасса, ішінде минус дедік. Ал әрекет потенциалында барлығы керісінше. Жасуша ішінде плюс зарядтар орналасады, ал жасуша сыртында минус зарядтар орналасады. Бұл процесс қалай болады? Біріншіден, әрекет потенциал кезінде мына нәрсені айтып кетейін. Нервте плюс 100 милливольт болады. Яғни жасушаның іші плюс қой, соның нәтижесінде нервте плюс 100, ал бұлшықетте 110 милливольт. Ал жүректе плюс 120 милливольтқа тең болады. Бұл не екенін сабақтың соңында айтатын боламын. Әрекет потенциалының механизмі қалай болады? Басында жасушада негізі минус ет барлығы. Минус ет. Өйткені ол жерде мембранды потенциал. Сөйтіп, импульс әсер еткеннен кейін мына жердегі калий каналдары жабылады. Сәйкесінше натрий каналдары ашылады. Натрий ашылып, пассивті тасымалдау арқылы натрий жасушаның ішіне кіріп бастайды. Натрий кірген кезде ол плюс заряд қой. Сол үшін де жасушаның ішіндегі минусты плюсқа айналдырады, ал жасушаның сыртында минус зарядтар қалып қояды. Нәтижеде жасушаның ішіндегі минустар плюс болады. Сөйтіп плюс болып, ол жерде әрекет потенциал басталады. Бұл фаза деполяризация деп аталады. Ал калий каналдары мүлде жұмыс атқармайды. Енді әрекет потенциалының негізі бірнеше фазалары бар, соған тереңірек тоқталайық. Ол үшін мынандай схема сызу керек. Мына жер минус 30 болсын, мына жер минус 80. 0. Жасушаның іші минус еді, ал сырты плюс еді. Ал мынау сол жасушаның жалпы көрінісі. Жасуша, мына жерде натрий, мына жақта калий. Іші барлығы минус. Өйткені әлі қосылған жоқ бұл жасуша. Ал сыртында барлығы плюс болып тұр. Бір импульс кеп әсер етті. Импульс әсер еткен кезде басында негізі жасушаның іші минус еді. Минус 110 мүмкін, минус 100 болуы мүмкін, ол қай тінде орналасқанына байланысты. Сөйтіп, әрекет потенциал басталған кезде, бағана айтқандай, натрий каналдары ашылады. Натрий ашылады да ішке плюс зарядтарды алып кіреді. Нәтижеде іштегі минустар плюсқа айналып бастайды. Натрий плюстан бөлек минус зарядтарды өзімен алып жүреді, бірақ та минустарды жасушаның ішіне кіргізе алмайды. Өйткені минус зарядтар үлкенірек болады мөлшері, чем плюс зарядтарға қарағанда. Сол үшін минустар жасушаның сыртында жинақталып бастайды. Мынау плюстардың барлығы, мынау плюстар минусқа айналады. Ал жасушаның іші плюс болып бастайды. Әр қарай жасушаның ішіне кіріп жатқан кезде мынау минус қой, мына жақтан да көрсетсек болады, плюс ішке кіріп жатыр. Нәтижеде мынау минус милливольт жоғары көтеріле бастайды. Өйткені жасушаның іші ол плюс бола бастады. Енді бір сұрақ бар осы жерде, натрий бастапқы кезде тез кіре ме, әлде баяу кіре ме деген. Бастапқы кезде натрийдің кіруі баяу болады. Өйткені натрий кіріп жатқан кезде мына жердегі калий иондары натрийдің кіруіне кедергі жасайды. Бірақ та натрий біраз мөлшерде кіргеннен кейін баяу түрде ол калийге қарсылық көрсетуге жол бермейді. Өйткені іштегі плюс зарядтар көбейіп кетеді. Осылай натрий ары қарай өте жылдам кіреді. Сол үшін де бастапқы кезде натрийдің көтерілуі осында қиғаш болады да, ары қарай белгілі деңгейге жеткеннен кейін, бұны критикалық деңгей деп айтамыз, мына жерді ары қарай тіке жоғары мөлшерде тез кіріп бастайды. Жоғары мөлшерде тез кіреді. Бұл бірінші фаза деп аталады. Бірінші фаза деполяризация. Деполяризация фазасы. Яғни деполяризация фазасында натрий иондары жасушаның ішіне өте көп мөлшерде кіреді дейміз. Бірақ та натрийдің кіруі плюс 30 немесе плюс 40 милливольтқа келген кезде ол төмендеуі керек. Өйткені төмендемейтін болса, жасушаның іші мен сыртындағы натрий иондарының мөлшері тең болып қалады. Біз басында айттық, жасушаның ішінде мысалы бір натрий болатын болса, жасушаның сыртында 10 натрий болады деп. Яғни асимметриялы қарайтын болсақ. Егер де жасушаға натрий кіре беретін болса, екеуі симметриялы болып қалуы мүмкін. Ал симметриялы болатын болса, ол жасушаның өліміне алып келеді. Сол үшін де жоғары деңгейге жеткен кезде бұл жерде натрий насосы іске қосылады. Натрий каналы емес, натрий насосы. Сөйтіп, натрий насосы іштегі натрийді, яғни плюс зарядтарды қайтадан сыртқа шығарып бастайды. Сонда жоғарыдағы плюс заряд бізде жасушаның ішінде азайып бастайды қайтадан. Ол төмен түсіп бастайды. Қазір әдемілеп түсірейін.
төмен түсіп бастайды, яғни ол тікей емес, осындай қиғаш түрде болады. Әрі қарай бұған калий каналы қосымша қосылады. Калий каналда жасушадан шығып бастайды. Ол да плюс заряд қой бізде. Сол үшін де жасушаның ішіндегі плюс тағы да азайып төмен қарай түседі. Бұл бізде екінші фаза реполяризация фазасы деп аталады. Реполяризация. Реполяризация деген не дейтін болсақ, жасушаның ішінде жинақталған плюс зарядтардың жасушаның сыртына шығу механизмі. Әрі қарай реполяризация кезінде натрий насостары өзінің жұмысын тоқтатады да, әрі қарай калий өзінің жұмысын жалғастыра береді, калий каналы. Сөйтіп калий шығып нормадағыдан да төмен түсіп кетеді. Өйткені әрі қарай калийді, то есть натрийді кіргізбеу керек. Оны былай көрсетеміз. Сыртқа өте көп мөлшерде плюс шығарады калий. Бұрынғыдан да өте тығыз болады. Бірақ та бұл механизм бұлай жалғасуына болмайды. Өйткені калий көп шығатын болса, ол гиперкалемияға алып келеді. Ал гиперкалемия ол жүректің тоқтауына немесе блокадасына алып келуі мүмкін. Сол үшін де әрі қарай енді калий насосы іске қосылады. Калий насос. Калий насос сыртқа шыққан плюс зарядтарды қайтадан жасушаның ішіне кіргізіп бастайды. Содан мынау бізде төмендеген көрсеткіш қайтадан жоғарылайды. Сөйтіп бастапқы кезіндегі минус 80 бар, сол минус 80-ге жеткізіп береді. Осылай бір рет импульс жүрген кезде осы 4 механизм өтеді. Мынау соңындағы қайта көтерілу кезеңі бұл гиперполяризация деп аталады. Гиперполяризация. Гиперполяризация кезінде жасушаның ішіндегі жаңағы артық жиналған минус зарядтар қайттан орнына келеді, сырттағы артық плюс зарядтар қайттан жасушаның ішіне кіреді, бастапқы кезеңіне келеді. Мынау кезең бізде пик деп аталады. Пик, яғни деполяризация мен реполяризация кезеңдері. Осы кезде жасушадағы бір жасушадан екінші жасушаға сигнал берген кездегі импульстің көрінісі. Ал ең жоғарғы кезеңі бізде овершут деп аталады. Овершут. Енді біз бастапқы кезде мына жерде айттық, нервте плюс 100, ал бұлшықетте плюс 110, жүректе 120 милливольт болады дедік. Ол қайдан келген сандар? Бұл дегеніміз, мысалы, мынау минус 80 болатын болса, минус 80-нен плюс 30-ға көтерілгенше плюс 110 милливольтты құрайды. Бұл қатып қалған сан емес, мүмкін ол 100 болуы мүмкін, 120 болуы мүмкін, осылай импульстар өтеді. Бүгін біз сіздермен биопотенциал, әрекет потенциалы және мембранды потенциал туралы сабақ өттік. Сіздермен бірге болған мен Санжар Шамрадұлы. Бізбен бірге болыңыздар.